Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, түнде оянып кетсеңіз оқуға абзал болған дұға. Бұл сүннет амалды өте аз адам орындайды. Сондықтан да бұл сүннетті ұмытылған сүннеттер қатарына жатқызуға болады. Себебі бұл хадис жайында көп жерлерде айтыла бермейді. Бірақ бұл сенімді хабарлардан болып табылады. Бұл сүннетке адам түн уақытында кенеттен оянып кетсе, амал ету өте маңызды болып табылады. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және де достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстінен нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның алған сауабындай сауап болады делінген. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Біздермен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Бұл амалға дәлел болатын хадисті Убада ибн Ас-Самит риуаят еткен. Бұл хадисте былай делінеді: пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтады: егер біреу түнде оянып, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шайин қадир, альхамдулиллах, субханаллах, аллаху акбар, ла хаула ва ла қуввата илля биллах десе, және одан соң Аллаху махфирли деп Алладан кешірім сұраса, немесе Алладан тілек тілесе, оған міндетті түрде жауап беріледі. Немесе одан соң дәрет алып намаз оқса, оның құлшылықтары қабыл болады делінген. Бұл хадисті имам Бухари жеткізген. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.